Саламатсыздар ма, достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнам ұнаса, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Гүлайым. Бүгін мен сіздермен ауру әйел мен бойжеткен ғибратты әңгімесін ұсынамын. Бұл кексе әйел бұл күнде Сауд Арабиясында өмір сүріп жатыр. Оның екі бүйрегі де жұмыс жасауын тоқтатып, төсек тартып жатып қалған еді. Дәрігерлердің айтуынша, әйелдің бүйрегін ауыстыру керек. Басқа ем-дом әсер етпейді. Сол үшін бүйрегін ақшаға сататын донор керек екен. Бұл әйелдің еңбекқор, мейірімді балалары бар еді. Олар бір бойжеткен қызбен келісіп, бүйрегін сатып алып беретін болды. Бұл бойжеткеннің отбасы өте кедей еді. Күн көрістеріне ақша таба алмай, қиналғандықтан ата-анасына жан ашыған қыз бүйрегін сатуға мәжбүр болды. Таңертеңгі болатын отаға дайындау үшін кешқұрым қызды ауруханаға әкеліп, кексе әйелмен бірге бір бөлмеге жайғастырды. Ол кезде әйел ұйықтап жатқан болатын. Бойжеткен түні бойы таңғы бамдат намазына дейін көз жасын көл қылып ғибадат жасап, Аллаға жалбарынып, өзінің кінәсін кешіруді дұға тілеп шықты. Кексе әйел ұйқысынан оянып, бас жағында жас бойжеткеннің жылап, дұға жасап отырғанын көреді. «Қызым, неге жылап отырсың?» деп сұрады. Қыз, мұқтаждығымнан ағзамдағы бүйрегімді сатқаныма ішім ашып жылап отырмын, деп жауап берді. Әйел сол жерде ұлдарының біріне қоңырау шалып, тез келіп жетуін сұрады. Елгезек ұл бамдат намазы біте салысымен-ақ жетіп келді. Анасы ұлынан, «Мына бойжеткенге келісілген ақша берілді ма?» деп сұрады. Ұлы, «Жоқ, анашым, отадан кейін берілуге келісілген», деп жауап берді. Анасы, «Ақшаны қазір бергенің дұрыс», деді. Баласы болса, «Отадан кейін берілуге келісілген ғой, анашым», деді. Әйел, «Алла разылығы үшін қазір бергеніңді қалаймын», деді. Ұлы бауырларына хабарласып, ақшаны әкелуін айтты. 30 000 риал алып келінді. Мейірімді ана қызға ақшаны беріп тұрып, «Қызым, мына ақшаны алда үйіңе қайта бер. Ақшаны мұқтаждықтарыңа жұмсай беріңдер», деді. Қыздың қайғыдан төгілген көз жастары енді қуаныш жасына айналды. Ал әйел болса ұлына, «Жүр ұлым, кеттік. Доктор айтқандай бүйрегімді әр 2 күн сайын келіп жудырып тұрармыз. Алла тағалам бізбен бірге. Ол бізді тастап кетпейді». Анасының бүйрегін бір рет жудыруға балалары алып келді. 2 күннен соң тағы алып келгенде, дәрігерлер әйелдің 2 бүйрегінің де істеп тұрғаны туралы қуанышты хабарды жеткізді.